қаншалық біз баланс ұстай аламыз деп өзіміз жармай отырған кезде біз неге барып соншама миллиард долларды беруіміз керек? Кейбіреулер атап жүр, бұл ұйым жаңағы Трамптың қалталы бюджеті деп. Күмәндарыңыз болмасын дейді. Бұл бай мемлекеттің президенті Америкаға жағынуын білдіреді. Кім Евразияны билейді, сол әлемді билейді. Қазақстан үшін басты қауіп қай тараптан? Израиль келіп ертең бүкіл араб мемлекеттерін жаулап алады, одан кейін бізге келеді. Мемлекетшіліктің де шегі бар. Соғыстан қажыған Ресейге қатты жабысудың қажеті қанша? Мысалы, енді Тоқаевтың дәуірінде бізге минерал беріп отыр. Бұл минерал жаңа мұнай. Армысыздар, бұл Жүз медианың ақ студиясы. Бүгінгі біздің спикеріміз Жанат Момынқұлов, саясаттанушы, шығыстанушы. Жанат мырза, студиямызға қош келіпсіз. Қош көрдік. Әлем деген аласапыран дөңгеленген дүние бүгінгі дәстүрлі дипломатияның ығына ендігі бағынбайтында секілді. Кімнің күші мықты, экономикасы мығым, соның сойылын соғатын сәт туып тұр. Сіз өзіңіз саясаттанушы ретінде Қазақстанның бүгінгі сыртқы саясат жүргізу стилін қалай бағалайсыз? Тоқаевтың жаңа командасы менің ойымша ешкім күтпеген қадамдар жасауға тырысып жатыр. Өйткені әлем өзгеріп жатыр. Әлемде жаңа халықаралық тәртіп қалыптасып келе жатыр. Міне осыған орай біздің сыртқы саясатымызда бір өзгерістер болып жатыр. Геосаясат қазір біртіндеп геоэкономикаға ауысып келе жатыр. Яғни бұрынғыдай соғысудан көрі санкциялар, технологиялық бөлініс, цифрлық бөлініс, одан кейін коридорлар, логистика жолдары, минералдар. Қазіргі әлемдегі мына жаһанданудың жаңа бір формасы деп айтуға болатын шығар. Яғни бұрындары қатып қалған аймақтар болатын болса, біз тек Ресей, Қытаймен қатты жұмыс жасасақ, бірақ қазір Американың өзімен тікелей, Израильдің өзімен тікелей жұмыс жасауға мүмкіндік ашылып тұр. Таяу шығыс бізге ашылайын деп жатыр. Оңтүстік Азия мен Пакистанмен байланыстарды ашып жатырмыз. Араб елдерінің инвестициясы келіп жатыр. Және де Америка өзінің технологияларымен бізбен бөлісейін деп жатыр. Президентіміз жақында ғана Вашингтоннан оралды. Сол жақта бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысып, біраз ұсынысты айтты. Енді ол ұсыныстарға кейінірек тоқталсақ, алдымен осы ұйым туралы сіздің ойыңызды білгім келеді. Жалпы осы ұйым Біріккен ұлттар ұйымының қазіргі мына қаржылық қиыншылықтары кезінде беделі кішкене бәсеңдеген тұста соның бір орнын басу үшін жасалып жатқан дүние емес пе? Менің ойымша бейбітшілік кеңесі Біріккен ұлттар ұйымының орнын басуға арналмаған. Ол жаңа айтып өткенде ситуативті альянс, уақытша, балама, бәлкім ол Трамптың кезінде болады, бәлкім қанша жылға созылатынын білмейміз. Бірақ Қазақстан үшін 100 жылда бір ашылып тұрған мүмкіндік болғаннан кейін біз соған еніп, белсене әрекетке кірістік. Менің ойымша бұл бейбітшілік кеңесінің болашағы бар. Бұл балама ұйым, параллельді ұйым. Біріккен ұлттар ұйымы жұмыс істемей қалды. Оның құқықтары, одан кейін қарарлары жұмыс жасамай қалды. Міне осы тұста Трамптың күшіне сүйенген, Трамптың жеке имиджіне сүйенген, Трамптың жеке компаниясы, корпорациясы деп айтуға болады. Оған кім жақын болады? Сенімді адамдар жақын болады. Біз қалай оған кіріп отырмыз? Біз біріншіден Ибрахим келіссөздеріне кіру арқылы бір жақындадық. Америкадағы саммит арқылы екі жақындадық. Одан кейін ақш біздің минералдарымызға мұқтаж болып отыр. Өйткені тұтасымен Қытайдың сирек кездесетін металдарына тәуелді болып келген. Біз балама нарықпыз. Және де біз Қытайдың қасында, Ресейдің қасында бір буфер аймағымыз. Сондықтан да бізге әрі қысымның артуы, әрі мүмкіншіліктердің артуымен осындай бейбітшілік кеңесіне кіруіміз Қазақстанның профайлын екі есе арттырады, беделін көтереді деп сенеміз. Және сонымен қоса белгілі рисктерін де ала келеді. Мысалы, көп векторлы саясатымызды қаншалық біз баланс ұстай аламыз деген мәселе. Бұл Қытайға, Ресейге қарсы бағытталмаған ұйым. Бізге қысқаша айтқан кезде мына арналарды, есіктерді ашады. Технологиялық жағынан, цифрлық технологиялар жағынан бізге мүмкіндіктерді ашады. Инвестициялар, логистикалық өндіріс тізбектеріне қосыламыз, жеткізілім тізбектеріне қосыламыз. Әлемдік қысқаша айтқан кезде әлемге анағұрлым етене жақын интеграциялануға ол бір үлкен мүмкіндік беріп тұр бізге. Яғни біз қазір бір қадам алға жылжып, және де бір саты көтерілдік деп айтуға толық болады. Өйткені біз бұған дейін әрі логистикалық жағынан оқшау аймақта болғанбыз, изоляциялық аймақта болғанбыз. Тек қана Ресей арқылы ғана бағыныштымыз. Одан кейін санкция мәселелері бар, Еуропаның белгілі экономикалық қысымдары болды. Біздің негізгі партнерларымыз Европа одағы. Біз тек қана Қытай, Ресей деп айта алмаймыз.
Ол бұрынғы кезең үшін белгілі көпвекторлы саясаттың лайықты бір формасы болды. Дәл қазіргі аласапыран жағдайда, бәрі өзгеріп кеткен жағдайда, ауысып жатқан жағдайда біз осындай белсенді батыл қадамға барғанымыз менің ойымша дұрыс. Бірақ оны жүргізген кезде экспертиза, сараптама, қауіпсіздік, одан кейін ұлттық мәселелермен де байланыстыра айтуымыз керек. Яғни сыртқы ведомствомыз, мемлекетіміз ол халықтан бөлек бір ажыраған бір структура емес. Сондықтан да елдің ішіндегі жағдайлармен бірге қарастырған жөн деп ойлаймын. Әлеуметтік мәселелер, экономикалық мәселелер. Мысалы, көптеген адамдар айтты, біздің мысалы қазір шетелге барып газын салатын жағдайдамыз ба деп жатыр да. Менің ойымша 500 миллион доллар немесе 1 миллиард доллар тұрған ештеме жоқ. Егер ол біздің егемендігімізді, тәуелсіздігімізді нығайтатын болса, менің ойымша беру қажет деп ойлаймын. Бұл ұйымның қысқаша Қазақстанға пайдасы Қазақстанды әлемге ашады. Қазақстанды жаңадан қалыптасып келе жатқан тәртіпте сол тәртіпті қалыптастыратын негізгі орта күштердің біріне айналдырады. Үстел басына отырғызады. Кейбіреулер атап жүр, бұл ұйым жаңағы Трамптың қалталы бюджеті деп, және Трамптың өзі айтты, осы ұйымға мүше 8 мемлекет 7 триллион доллар құйған, ішінде Қазақстанда бар. Сондықтан да әрине бізге қызық болды. Қазақстан үшін бұл ұйымға ақша құю қаншалықты қажет және тиімді. Алдағы 2-3-5 жылдық әңгіме, өйткені алдағы 2-3 жылда, тіпті 5 жылда мына Украина мен Ресейдің арасындағы мәселе саябырсиды, белгілі мағынада шешіледі, және де жаңа баланс қалыптасады, геосаяси баланс. Сол геосаяси баланста Қазақстан өзінің орнын, лайықты орнын алу керек болып тұр. Өйткені Ресейге бұрынғыдай қатты тәуелді болмайды, қауіпсіздікте тәуелдіміз, экономика инвестиция Қытайға тәуелдіміз, белгілі мағынада. Ал енді инвестиция, технология және логистика саласында, геосаясат, қауіпсіздік саласында Америка Израильмен жұмыс жасауға мәжбүрміз. Өйткені бізге формалды емес, шынайы мағынадағы шынайы геосаясаттың бір ойыншысы ретінде өзіміз сезінетін, тек қана мемлекет емес, халық ретінде сезінетін, және сол саясатты, геосаясатты жасайтын, ықпал ететін жұмсақ күшке айналу мүмкіндігіміз болып тұр. Менің ойымша осы біздің болашағымызды айқындайды деп ойлаймын. Яғни президент осы мүмкіндіктерді мүлт жібермеуге тырысып жатыр. Газа деп айтып кеттіңіз, яғни Газадағы тұрақтылыққа Қазақстанда қазір мүдделі болып тұр ғой. Себебі президент айтты, ол жаққа біздер әскери күш жібереміз, жаңағы медициналық персонал жібереміз, гуманитарлық көмек жібереміз деп. Бұл Қазақстан үшін шынымен қажет болып тұр ма сонда? Енді ол бірінші риторика. Қазір енді кім береді деген кезде Қазақстан біріншілерден болып мен берем деп айтуы, менің ойымша Қазақстанды өте жауапты, ықпалды мемлекет ретінде көрсетеді. Яғни өзінің пікірі бар, өзінің ұстанымы бар. Мейлі ол айтып жатқан нәрселер ертең орындалмаса да, Қазақстан алға бір қадам жасап, өзінің амбициясын, өзінің жауапкершілігін, өзінің ниетін, бейбітшілікке деген шынайы берілгендігін көрсетті. Өйткені бейбітшілік жұмсақ күш ретінде біздің қазақ халқының негізгі күштерінің бірі. Біз оны әлемге өкінішке орай көрсете алмай отырмыз. Шынайы мағынасында, егер ол біздің сыртқы саясатымызда осылай жарқын көрініс беретін болса, мемлекет ретінде, қоғам ретінде, ел ретінде бір белгілі интеграцияға қарай өтуіміз керек болып тұрды. Өйткені біздің мына қазақ тілді мәдениетіміздің көрінісі осы бейбітшілік саясатында ашылып көріну керек та ол. Біздің шынайы болмысымыз, біз соғысқұмар ел емеспіз, Ресей сияқты. Ресей мына жақта соғысып жатқанда, басқалар басқа тірлік жасап жатқан кезде, Израильдің өзі. Біз екеуіне мысал беріп тұрмыз, үлгі болып тұрмыз. Қояйық, бейбітшілік орнатайық. Украина дейсің бе, арабтармен дейсің бе, екеуін қойыңдар. Біз бейбітшілікке сенеміз деген сияқты аңқау да болса, бірақ әлем қазір басқа шешім көрмей тұр. Өйткені конфликттер көбейіп жатыр. Біреу шығып тоқтатпаса, біреу дінаралық диалогты ілгерілетпесе, бір мемлекет шығып мемлекеттердің арасында делдал болмаса, ол болашақта хаосқа апарады. Және бейбітшілік идеясының өзі, мен айтып өткендей, атом бомбасынан, кейбір мемлекеттер қорқытып жатқан атом бомбасынан да қуатты. Осыны менің ойымша пайдалануымыз керек деп ойлаймын. Трамп осы жолы Қазақстанды бай мемлекет деп атап өтті. Біздің елімізді жақсы танып алған секілді. Жалпы бұл Қазақстан үшін бір комплимент деп қабылдауға болады ма, әлде бір астарында саяси есеп жатуы мүмкін бе? Комплимент те бар, саясат та бар. Кейбір біздің көрермендеріміз айтып жатыр, өзіміз жармай отырған кезде біз неге бар соншама миллиард долларды беруіміз керек газаға деп отыр. Бұл Қазақстанның шынайы тәуелсіздігін,
тепе теңдікті сақтауға, болашағымызды қалыптастыруға көмектесетін болса, неге бермеске? Неге бермеске? Біз болашағымыз үшін инвестиция болады деп ойлаймын. Қазақстанның бай мемлекет екенін әлемдегі ең бай мемлекет Трамптың өзі мойындауы, бұл бүкіл әлем көріп отыр. Айтып отыр да, күмәндарыңыз болмасын дейді. Бұл бай мемлекеттің президенті. Біздің арамызда көптеген бай адамдар бар деп қалды. Бұл ертең Қазақстан бере салады деген әңгіме емес. Бұл Қазақстанның Америкаға жақындығын көрсетеді, Америкаға жағынуын білдіреді, және де Трамптың осы комплименттерді бағалауын білдіреді. Яғни тек қана Трамп емес, Тоқаев та жылы сөздерін Трампқа айтты, арнайы марапат тағайындау керек деген сияқты сөздерін айтты. Қысқаша айтқан кезде біз қазір Американың жоғарғы элитасымен, республикалықтармен етене жақын, бәлкім әлемдік элитаның бір бөлігімен келіссөз жүргізіп жатқандай көрінеді. Өте маңызды кезеңде отырмыз деп мен ойлаймын. Енді өзіміздің іргеміздегі саяси әрі әскери оқиғаларға ойыссақ, қазіргі мына Ресей-Украина жағдайы ары қарай қалай өрбуі мүмкін? Енді неше жылдан бері 4 жыл болды осы соғыстың басталғанына. Қаншама келіссөздер жүріп жатыр? Осы келіссөздер жалпы жай ғана формалды дүние ме, әлде одан бір нәтиже шығуы мүмкін бе? Бұл келіссөздер тек қана келіссөздер үшін жүріп жатқан жоқ, белгілі ілгерілеулер бар, бірақ Ресей өзінің максималист позициясынан айырылған жоқ. Майданда екі жақ тіресіп тұр, теке-тірес болып жатыр, бір-бірін ала алмай жатыр. Және ол алдағы кезеңде мына түрімен, мына жүрісімен 3-5 жылға дейін де созылуы мүмкін. Еуропа одағы қаруланып жатыр, оларға уақыт керек. Сол сияқты, менің ойымша, Ресей өзінің күшіне сеніп, позициялық соғысты созуы мүмкін. Және Қытай оны қолдап тұр деп айтуға болады, экономикалық жағынан, басқа жағынан. Қытай үшін Ресейдің ертең жеңіліп қалуы, жеңілген мемлекет болып шығуы өте тиімсіз. Және оған экономикалық жағынан қазір нарықтар ашылып, Ресейдің нарқын жаулап жатыр. Екі сценарий бар. Біріншісі ол осы жазда саябырсиды деген сценарий. Ол бойынша кейбір қытайлық сарапшылардың айтуы бойынша саябырсиды, тоқтайды деген сияқты көзқарас білдірілген. Ал енді Еуропаның өзінде бұған скептикалық көзқараста. Трамп осы жазда аяқтағысы келеді. Өйткені Донбасты Украина айтып отыр, Ресейге бер деп отыр, осылай құтылайық деп отыр. Ал енді мен ойымша Еуропадағы 2 жыл Украинаны қаржыландыруға дайын. Сондықтан да осы екі сценарий деп мен ойлаймын, бұл әлемдік жаңа тәртіптің қалай болатынын бізге көрсететін болады, және Қазақстанның орны соған сәйкес белгіленеді. Қазақстанның асығыс барып, Израильмен, Америкамен, араб елдерімен, басқа да Пакистанмен барып жақындасып жатқанның астарында осы жатыр деп мен ойлаймын. Ең негізгі мәселе ол ақш пен Қытайдың технологиялық, экономикалық, геосаяси бәсекелестігі. Кез келген мәселе, тіпті Орталық Азияның өзінде Тоқаевтың осы қадамдардың астарында ертең екі жақ қай жақты таңдайсың дейтіндей жағдайға жеткізбес үшін ана жақта да бар, мына жақта да ШОС сияқты, Шанхай ынтымақтастық ұйымы сияқты институционалды құрылымдардың ішінде болып, Қытайды да қолдап, сонымен қоса Ресеймен қауіпсіздік структураларында болып, және де Америкамен жаңағы технологиялық, инвестициялық, логистикалық үлкен жобаларда болуы, бұл баланс сақтау, және де Қазақстанға ешкім тиісе алмайтындай мата борап тастау, әртүрлі дипломатиялық байланыстармен біріне қарсы қолданып тепе-теңдікті сақтау үшін үлкен бір осындай әрекет па деп ойлаймын. Украинаға келсек, әрине Украина Қазақстан үшін өте маңызды болады. Өйткені ТМД аймағында, бұрынғы посткеңестік аймақта Ресейдің рөлі әлсіреді, Украинаның рөлі әлсіреді. Қаласаңыз да, қаламасаңыз да Орталық Азия, Әзербайжан, Өзбекстан және Қазақстанның кешегі бейбітшілік кеңесінде қатарлас жүруі, бұл осы тұста қалыптасып келе жатқан жаңа бір түркілік, және Түркияда болды, Венгрияда болды, Мажарстан. Бұл түркі мемлекеттерінің сол жаңа құрылым ішінде болуы, болашақ әлемде біздің орнымыз қазіргіден де мықты болу керек. Біздің дәмеміз қазіргіден де зор деген әңгіме. Яғни біз орта держава ретінде мына үлкен алпауыт мемлекеттердің соңынан кете беретін ел емеспіз. Біз өз саясатымызды өзіміз жүргіземіз деген жағдай. Бұрындары мысалы айталық вертикаль болса жағдай, қазір горизонталды болып тұр да, тең қарым-қатынастар. Қазіргі мына геосаясаттағы геоэкономика алданғы қатарға шықты. Бұл тұста экономика, технология, логистика, білім саласы, халықтың жағдайы бәрі байланысып кетті. Бұрынғыдай анандай блоктармен ойнай алмаймыз.
Қазақстанның қазіргі жасап отқан саясатының бірі ешбір блокқа қатыспау. Мейлі Украина бойынша, мейлі Таяу шығыс бойынша ешбір Нейтрал. блокқа қатыспай, нейтралды, бірақ ставканы бір көтеріп алдық, рисктермен қоса. Енді мына Ирандағы жағдайға тоқталып өтсек, кеше ғана наразылықтар тағы да күшейді. Жалпы осы елдегі саяси сценарийдің қалай өрбігені Қазақстан үшін тиімді болады? Қазақстан үшін әрине осы кезге дейін қазіргі статус-квоның осылай келгені тиімді болған еді. Бірақ қазіргі жағдайда Қазақстанның Израильмен, Америкамен жақын қарым-қатынастарға өтуі, араб елдермен жақын қарым-қатынастарда, бұл мына Иран мәселесінің бәрібір алдағы кезеңде шешілетінін білдіреді. Қазақстан соны алдын ала сезіп, алдын ала әрекет жасап отыр. Бұрындары Ираннан ыңғайсызданып келген болатын. Каспий бойынша біздің көршіміз, немесе бізді ыстық теңіздерге, Таяу шығысқа қарай араб парсы шығаратын жалғыз ең ыңғайлы жол осы болған, жақын жол. Енді оны қарап отыра береміз. Ол ел санкцияның астында және бүкіл батыспен қарсыласу саясатын жүргізіп отыр. Ал енді мына ақш пен Израильдің соңғы былтырға дейін жасаған саясаты Иранды әлсіретіп жіберді. Кавказдан және де Таяу шығыстан. Израильдің рөлі күшейіп жатыр. Израильға қарама-қарсы жаңа бір блок қалыптасып келе жатыр. Түркия, Сауд Арабия, Египет сияқты елдер, Пакистан сияқты елдер жаңа бір блок құрып жатыр да, мини-блок. Израиль көбінесе Үндістанмен, Біріккен Араб Әмірліктерімен жұмыс жасайды. Қазақстан да Біріккен Араб Әмірліктерімен өте жақын қарым-қатынаста, және де Израильмен қазір жақын қарым-қатынастамыз. Бұл деген сөз Қазақстан көбінесе мына зайырлы мұсылман мемлекет ретінде әлемге өзін паш етіп отыр, және сонымен қоса болашақта исламистік блокта емес, керісінше мына батысқа жақын, Израильге жақын блоктың ішінде болатынымызды көрсетіп отыр. Бұл аймақта тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Және технология кімде? Технология, жаңа айтқан Пәкістан, Түркия, Сауд Арабияда емес. Технология әмірліктерде, Израильде, және де ақш-та. Міне осы тұрғыдан келген кезде Қазақстан тепе-теңдік сақтап отыр. Және де тағы бір мәселе. Иранды Қытай мен Ресей қолдап отыр. Иранда биліктің құлдырауы ол екі мемлекетке тиімді емес. Бірақ Ресейдің ерекшелігі сол, ол американдықтармен келісуі де мүмкін ол Иран мәселесінде. Менің ойымша Иранда жақында режим ауысады. Қатты жақында болмаса да жақында режим ауысады. Басқа амал жоқ. Теократия өзінің мардымсыздығын, баянсыздығын әлемге паш етті. Радикал елге айналды. Және режимнің ауысуымен бірге, менің ойымша, мына сунни әлемімен интеграция болады деп ойлаймын. Ислам әлемінің ішінде бөлініс болмайды. Өйткені бұрындары салафизмнің дамуына тікелей шиизмнің болуы әсер еткен болатын. Шиизмге қарсы салафизмді қойды. Ал енді қазір салафизм еріді барлық жерде. Даиш туралы, террористер туралы қазір естімейміз, өзекті емес. Қазір Израильдің үлкен саясаты осы Таяу шығыстан басталған логистика, Үндістанмен қарым-қатынастар, технология, көпірлер, әртүрлі жолдарды, маршруттарды салу арқылы Орталық Азиямен бірге байлап тастау, және сол арқылы Евразияда өзінің рөлін күшейту. Қазір мына Heartland деген теория бар. Яғни мына Евразия, кім Евразияны билейді, сол әлемді билейді. Ал Евразияның жүрегіне Орталық Азия, Оңтүстік Азия, Кавказ бар, анау Таяу шығысқа дейін жалғасып жатқан аймақ. Менің ойымша, Америка тек қана Монро, Донро деп айтып жатыр ғой қазір. Батыс жартыларында ғана емес, олар Евразияда үстем кеткісі келеді. Және бұл біздің болашағымыз үшін аса жаман деп айтуға болмайды. Өйткені Иранның еруі, Иранның мынандай авторитарлы, исламистік бір мемлекет ретінде еруі, ол айналада Каспий арқылы барыс келіс, алыс берістің жақындауына әсер етуі мүмкін. Кейбіреулер қазір қорқып отыр. Иран ғана бізді Израильден ұстап тұр екен да, ол Израильді демонизациялау. Яғни шамасынан тыс шайтанға айналдыру, ол Израиль келіп ертең бүкіл араб мемлекеттерін жаулап алады, одан кейін бізге келеді деген сияқты қорқыныш үрей деп ойлаймын мен. Бұның астарында үлкен бір не жоқ. Бірақ сонымен қоса Қазақстан түркі жобасының аясында Түркиямен, Әзірбайжанмен, жақында Пакистанға барды. Ол жобаны дамыта беретін болады. Және де мұсылман мемлекеттермен де жақын жұмыс жасау керек. Тек қана әмірліктер, Қатар емес, сонымен қоса Сауд Арабияға қатты мән беруіміз керек деп мен ойлаймын. Египет сияқты елдерге. Қысқаша айтқан кезде Қазақстан ана блокпен де жақсы, мына блокпен де жақсы, Ресеймен де жақсы, Қытай барлығымен тепе-теңдікті сақтайтын геоэкономиканың жаңа бір деңгейіне шыққалы отыр, және де геосаясаттың ортасына қарай ойысып бара жатырмыз біз. Енді көрші Қырғызстандағы ахуалға да тоқталып өтсек, Алатаудың ар жағындағы Айырғалпақты ағайынға алаңдауға негіз бар ма?
Менің ойымша қатты алаңдауға дәл қазір негіз жоқ, өйткені Жапаров билігін орталықтандырып алды. Ташиевпен келісті ме білмеймін, бірақ қос билік туралы айта бастады. Екеуінің билікке таласу деп айтты. Силовой блок, күштік блокпен мына Жапаровтың центристік, өзінің президенттік атқарушы билігін күшейту арасында қайшылықтан туындаған жағдай деп жатыр. Қырғызстанның саяси сахнасы өте ыстық. Ол жерде құбылмалы, өзгермелі. Оны болжаудың өзі қиын. Оның ішкі саяси жағдайы бізден бөлек. Ол жерде шынайы партиялар бар, шынайы қозғалыстар, кландар, элиталар өте белсенді, талас тартыс қатты. Бір-ақ күнде өзгеріп кетуі мүмкін. Қалай болғанда да Жапаров келесі жылы сайлауға қатысады деп ойлаймын, және ол президенттік сайлауда жеңуі де мүмкін. Өйткені әкімшілік ресурстары бар, қазірге дейін тәртіп орнатқаны бар деген сияқты. Бірақ Ташиев те айналып келіп, немесе соның адамдары билікке қарсылас оппозиция ретінде де келуі мүмкін. Сондықтан да Қырғызстанда анау айтқанда үлкен бір дүрбелең болады деп мен ойламаймын. Олар сабақ алды, олар да маңайынан үйренді, және орталық Азия контекстінде қазір тұрақтылықтың болғаны Қытай үшін де, қалған басқа да инвестор мемлекеттер үшін де тиімді. Қазір енді Қырғызстан бірте-бірте сол орталық Азия форматын мойындап келе жатыр. Бірақ орталық Азия дей отыра біз осы мәселеде қаншалықты шыншылмыз деген мәселені тағы қойғым келеді. Өзбектермен, тәжіктермен, қырғыздармен өзімізді тең көреміз бе деген сұрақты көлденең қойғым келеді. Біз орталық азиялықпыз, біздің сыртқы саяси кімдігіміз, болмысымыз не деген кезде біз өзімізді сонау Евразияшылмыз, Евразиятпыз, немесе орталық Азияның тумасымыз деп айта аламыз ба? Немесе қазақ деп бөліп жүреміз бе деген сұрақтар бар. Осы мәселені біз шешуіміз керек. Шынайы орталық Азиямен бірге болатын болсақ, өзбектермен, болашағымыз қырғыздармен, тәжіктермен, осы Әзірбайжан, осы түркі әлемі деп атаған орталық Азиямен, Түркістанмен байланыстыруымыз керек деп ойлаймын. Ердоғанның өзінің біраздан бергі жоспары еді ғой. Ердоғанның жоспары бөлек. Біз Қазақстанның өзінің жоспары болу керек. Өзбекстанмен бірге, Қырғызстанмен бірге өзіміздің түркі әлемімізді құруымыз керек. Қасымызға Әзірбайжанды да шақыра отырып. Өйткені олар оғыздар. Олардың түсінігі, географиясы басқа, олар бізді басқа мәселелерге тартады. Солтүстік Кипрдің мойындауы сияқты, немесе Кавказдағы бір мәселелер деген сияқты. Олармен етене жақын қарым-қатынас құруымыз керек. Өйткені бізге Каспийге шығу керек болып жатыр қазір. Иран мәселесі шешілгеннен кейін түркі әлемінің рөлі бірнеше есе артатын болады әлемде сахнада. Оны американдықтар көріп отыр, британдықтар, еврейлер бәрі оны мойындап отыр. Сыртқы саяси мәселелер окей, бәрі жақсы. Ол дами береді, мамандар бар, кадрлар бар. Бірақ ішкі саяси мәселені мен ойымша реттеу керек деп айта беретін. Сондықтан, яғни конституция бойынша референдум өткізумен ол бітпейді. Біз күнделікті мәселелерді шешуге қарай, теңдік мәселелерін шешуге қарай ойысуымыз керек сияқты. Ашықтық мәселелері, бюджеттің ашықтығы, жаңағы 320 миллиард доллар қайда кетіп жатыр? Одан кім пайда көріп жатыр? Пайда көріп жатпаса, неге халықтың жағдайы, кейбір халықтың жағдай осындай деген сияқты сұрақтар туғызады. Яғни қысқаша айтқан кезде әлеуметтік теңсіздік, ішкі мына саяси бәсекесіздік, немесе айталық басқа да бұрыннан келе жатқан мәселелер қала береді. Солар шешуге қарай, әсіресе мына қоғамды дүрліктірмеу, қоғамның бірлігін сақтау мәселесі өте маңызды деп ойлаймын. Яғни тіл бойынша, дін бойынша, немесе басқа мәселелер бойынша бөлінуді тоқтату керек деп ойлаймын. Және де көп идеологиялық ойындармен ойнап кеттік. Онда азайту керек деп ойлаймын. Тек қана идеологиямен халықты тойдыру мүмкін емес. Қашанға дейін сіз идеологиямен халықты тойдырып қоясыз? Сондықтан да біз шынайы, жаңағы білімге негізделген, қазақ халқының рухани бірлігін нығайтатын нәрселерді алға қарай ілгерілетуіміз керек. Яғни Қазақстанның сыртқы саясаты мен ішкі саясатында қазір екеуінің арасында кішкене баланс болмай тұр, ішкі саясат, өзіңіз саясаттанушы ретінде Қазақстанның қазіргі ішкі саясатын жүргізу бағытына қандай баға бересіз, және бізге не жетіспей тұр осы ішкі саясатта? Және айтып кеттіңіз, расымен де қазір бізде халқымыз көптеген әртүрлі топтарға бөлінеміз, тілге бөлінеміз, дінге бөлінеміз, жаңағы әртүрлі саяси көзқарас деген секілді. Енді бізді не біріктіреді жалпы біздің халқымызды? Мемлекетті алға бастайтын тек қана мемлекеттік шенеуніктер, қызметкерлер, идеологтар емес. Мемлекетті алға бастайтын қоғамдық күштер, азаматтық қоғам ретінде ішінен таланттар сытылып шығады, сұрыпталып шығады, және соларға мүмкіндіктер беру керек деп ойлаймын. Яғни белгілі өзінің қоғамдық ұйымдарын құруға, өзінің ойларын айтуға, партия құрсын мысалы да болашақта. Сондықтан да әлемдік жағдай қиын екен, ойбай, жан-жағынан қысылып қалдық, тіл мәселесін қоя тұрайық, мына ішкі саяси мәселені қоя тұрайық, саяси бәсекені қоя тұрайық деген әңгімелер менің ойымша
өте былай пессимистік көзқарас деп ойлаймын, және кішкене манипуляцияға да жақын болуы мүмкін деп ойлаймын. Жаңа интеллигенция, жаңа көз ашық жастар қазір шығып жатыр. Сондықтан да олар тек жағдай жасау керек. Жағдай жасасаңыз, олар креативпен өздері әлемдік сахнаға Шайдоров сияқты, Димаш сияқты, тағы да басқа футболист жігіттер сияқты тәуелсіздіктің, шынайы теңдіктің әділ жағдайда олар таланттар өсіп шыға береді. Сонда мына коррупция мәселесі, мынау парақорлық мәселесі, рушылдық сияқты, жеңішілдік сияқты, қатты ұлтшылдықтың да керек емес бізге. Біз осы баланс ұстауымыз керек. Мен баланс деп отырғаным осы. Яғни ұлтшылдықтың да бір шегі бар, діннің де бір шегі бар, қатты әлгі мемлекетшіліктің де шегі бар. Барлығын балансты ұстауымыз керек деп мен ойлаймын. Яғни азамат ретінде, жаңа қазақ ретінде ұлт қалыптасу керек. Соған тек қана мемлекеттік идеологтар ғана емес, сонымен қоса қоғамның ішінен шыққан азаматтар да атсалысу керек, және соларға орын беру керек деп ойлаймын. Қазақстан үшін басты қауіп қай тараптан? Сыртқы геосаяси текетірестен бе, әлде ішкі жаңағы экономикалық, әлеуметтік тұрақтылық мәселелері ме? Екеуінен де. Геосаяси күштер біздің іштегі әлсіздікті пайдалануы мүмкін. Жаңа бөліністерімізді, бір-бірімізді қорыта алмауымызды, бірге алмауымызды, кез келген мәселе бойынша бөліп кететін жағдайда тұрмыз да қазір. Идеология соған көмектесу керек, бәрін біріктіру керек. Бірақ біріктірген кезде өте қарабайыр, біз бәріміз қазақпыз, біз бәріміз ұлттық кеңгейміз деген сияқты емес. Наурыз тойлаймыз бітпейді әңгіме. Мәселе одан да тереңірек. Бағымызға орай, Құдайға шүкір, бізге мұнай берді. Мұнайдың игілігін белгілі мағынан Назарбаевтың дәуірінде көрдік. Енді Тоқаевтың дәуірінде бізге минерал беріп отыр. Бұл минерал, жаңа мұнай біздің геосаяси актор екенімізді жаңа әлемде Трампқа мойындатып жіберді. Біз үлкен геосаясаттың бір бөлшегіне минералдардың, байлығымыздың арқасында кенеліп отырмыз, кенелейін деп отырмыз, Құдай қаласа. Сондықтан да біздің мына экономикамыздың болашақта өсуі, ең үлкен байлық ол халық. Сондықтан да халық мықты болса, жастар мықты болса, халық біріккен болса, бөлінбесе, кез келген мәселеде, және халықтың руханиятын сақтаса, жаңа мен айтқан ұлттық құндылықтар, діни құндылықтар, универсалдық құндылықтар, адамзаттық құндылықтар бар, құқықтық құндылықтар бар деген сияқты, моральдық құндылықтар деген сияқты, осылардың бәрін әдемі үйлестіріп, ешкім өзінің ыңғайсыз сезінбейтіндей бір ұлт жасай алсақ, мейлі қай тілде сөйлесін, мейлі қай дінге табынсын, бірақ сондай бір, немесе табынбасын, өте сондай жарасымды, бәріне ыңғайлы, ешкімге тиіспейтін, қолайлы сондай бір жағдай жасауымыз керек болып тұр. Мұны жасайтын кім? Мұны жасайтын интеллектуалдар, мұны жасайтын мемлекеттік саясат өкілдері, мұны жасайтын мемлекеттік институттар. Сондықтан да қоғам бар оның ішінде. Ұмытпауымыз керек. Сондықтан да мәселе біз ойлағаннан да күрделі, біз ойлағаннан да терең, және өте орысша айтқанда тонкий, өте нәзік, сезімтал мәселелер. Сондықтан да біздің болмысымызбен сырттағылар ойнамау керек, және іштегілер де қатты оған беріліп кетпеу керек деп ойлаймын. Қатты үлкен идеологиялық ойындарға. Сондықтан да менің ойымша бізді біріктіретін сол өзіміздің қоғамдық, орысша айтқанда здравый смысл дейді, біздің ақылымыз, біздің мына бұрыннан бері келе жатқан өзіміздің ұлт ретіндегі ерекшелігіміз, құндылығымыз және рухани құндылықтарымыз. Жанат мырза, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермен, Жүз медианың ақ студиясында келесі жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.